Сәлем, құрметті әріптестер. Бүгін біз мұғалімнің жұмысындағы ажырамас бір бөлігі презентация жасау туралы сабақ қозғаймыз, сөздер қозғаймыз. Уақыт үнемдеп сабақ жоспарын көрнекі етіп жасағыңыз келсе, онда сізге көмектесетін үш құрал, яғни жасанды интеллектпен қалай пайдалану керек туралы мен сізге көрсете кетемін. Яғни үш құрал дегеніміз ол үш сайтты мен сіздерге астына ссылкасын қалдырып, бәрін реттеп дұрыстап кетемін. Ең бірінші сайтымыз ол бізде PitchGrade деген сайт. Бұл жасанды интеллектпен жұмыс істейтін презентация генераторы. Яғни бұл жерде презентацияның құрамас бұрын бізге мазмұн керек. Мазмұнды қалай жасаймыз деген сұрақ болады. Сол мазмұнды осы PitchGrade деген генераторға салып жасап жібереміз. Яғни бұл бір минуттың ішінде жасап беретін жасанды интеллект. Бұл PitchGrade сайтында мектепке баяндама керек болса, баяндаманы да жазып береді. Ата-аналарға жиналыстағы айтатын сөздер керек болса, оны да жазып береді. Семинарға керек сөздер керек болса да, оны да осы PitchGrade сайты көмектесе алады. Бұның қазір интерфейсін түсіндіре кетемін. Көріп тұрғандарыңыздай, бұл сайтта подсказка және аудитория деген бөлімшелер тұр. Сол подсказка деген бөлімшеге біз сабақтың, яғни пәннің атауы мен сыныбын жазамыз. Біздің қазіргі жазып отқанымыз жаратылыстану 6-шы сынып. Аудитория деген жерге біз сабақтың тақырыбын жазамыз. Тақырыбын жазған кезде соны жазып болған соң бізде язык деген бар. Языкты міндетті түрде қазақша деген таңдаймыз. Оны ұмытпаңыздар. Соңында сосын генерировать деген батырманы басып, болған соң бізге мынадай мазмұн шығарып береді. Көріп тұрғаныңыздай 4-ші слайд, 5-ші слайд, 7, 8, 9, 10, 11. 11-ші слайдқа шейін шығарып берді. Бұны біз скопировать етіп аламыз өзімізге толығымен. Содан кейін біз екінші сайтқа көшеміз. Екінші сайт ол бізде Aspos iPresentation Generator деп аталады. Қате оқысам ренжімеңіздер, ағылшын пәнінің мұғалімдері, солай болып қалды енді. Қазір мен сіздерге сол скопировать еткен затымызды осы интерфейсқа лақтырып, Generate деген батырманы басқан кезде бұл автоматты түрде бізге PowerPoint ретінде жүктеп береді. Бұны ашатын болсақ қазір, яғни бұл жасанды интеллекттің артықшылығы неде? Қарапайым түрде сізге түсінікті интерфейсте презентация құрап береді. Тез. 2 минут, 1 минуттың ішінде. Яғни уже 1 минутта мазмұн құрастырсақ, 2-ші минутта презентациямыз дайын. Егер шұғыл сабақ өту керек болып отқан жағдайда. Міне қарап тұрғандарыңыздай PowerPoint-тағы бағанағы жасаған мазмұнымыз бойынша презентация. Көміртек, қорытынды сұрақтар мен пікірлер және де рахмет. Ешқандай артық сурет те жоқ, тек мазмұн бойынша өзіміздің тексттеріміз. Ал енді үшінші жасанды интеллектіміз бұл гамма деп аталады. Гамма бұл кәсіби деңгейдегі слайд жасаудың жаңа форматы. Яғни бұл жерде тек қана текст қана қоймай, бізге сурет ретінде, фигуралар ретінде шығарып береді. Қазір бізде көріп қарасаңыздар, бұл жерде Generate деген батырма бар. Қазір басамыз. Бұны басқан кезде Describe what you деген не шығады? Батырма шығады, соған ұяшық шығады. Ұяшыққа біз өзіміздің бағанағы мазмұнымызды салып, English деген тілді қазақ тіліне ауыстырамыз. Сосын Generate Outline дегенді басқан кезде бізге автоматты түрде дайын презентация жасап береді.
Бұл презентацияда, яғни бұл жасанды интеллектте біз міндетті түрде тіркелуіміз керек болады. Тіркеліп, тіркеуін өтіп, болған соң бізге бал береді. Кредиттік жүйе ретінде бал береді. Бір 300 бал ма, 200 бір нәрсе бал ма береді. Сол балды біз балдарды 10 балын, 20 балын неге құртып отырамыз үсті. Тегін презентация құртып отырамыз. Егер ол бал бітіп қалған жағдайда, біз қайттан жаңадан сайтқа кіріп, жаңадан профиль ашамыз. Сол кезде бізге қайттан бал береді. Ол лайфхак десек болады. Қазір көріп отқандарыңыздай міне дайын, керемет, тамаша презентация міне суреттерімен әдемі қылдырып шығарып берді. Міне табиғатта химиялық айналым және біздің өмірге деген пайдасы, кіріспесі, су айналымы туралы, көміртегі айналымы туралы көрдіңіздер ме? Әдемі қылдырып суретпен жасап берді. Бір 2 минуттың ішінде. Осылай. Ал енді қорытындылай келетін болсақ, презентация жасау енді қиын емес. Осы 3 құралды қолданып көріңіз. PageGrade, iPresentation Generator және Gamma деген. Ал енді құрметті әріптестер, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Алда мұғалімге арналған тағы да пайдалы контенттер өте көп болады. Және де пікір, қандай да бір сұрақтар болса қызықтыратын комментарияға немесе WhatsApp нөмірімді алдырып кетемін, сол WhatsApp нөмірге шықсаңыздар болады. Осымен қоштаспаймыз, сау болыңыздар.